Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Қазақ тіліне мұрнын шүйіре қараған Магнумның жағдайы мүшкіл қазір. Қаншама қалаларда видеолар толтырып жіберді әлеуметтік желіде. Бойкот жариялап, Магнум қаңырап бос қалып жатыр. Қаншама қала, бір ғана қала емес, қаншама қалада қазақтар қазақ тіліне мұрнын шүйіре қараған Магнумға осындай бойкот жариялап жатыр. Бұны бүкіл елге тарап кетті бұл жағдай. Бүкіл елде осындай жағдайға жеткізетіндей қазақ тілі, ойлап қараңыздаршы, біз Ресейге, болмаса Өзбекстанға, болмаса Америкаға барып қазақ тілін талап етіп жатқан жоқпыз, Олардың талаптары әрине орынды. Өз елімізде отырып қазақ тілін мұрнын шүйіре қарау бұл қаншалықты заңға да қайшы келеді біріншіден, және адамшылыққа да жатпайтын нәрсе ғой бұл. Ойлап қараңыздар, қазақ тіліне сол Қазақстаннан нан тауып нан жеп отырған осындай үлкен сауда орталығының қазақ тіліне бұндай көзқараспен қарауы расында да халықты әбден ашындырып жіберді. Қазір халықты қараңыздаршы, әлеуметтік желіде толып жатыр, бойкот жариялап. Магнум қаншама дүкендер желісі қаңырап бос қалып жатыр. Қаншама пайдадан қағылып жатыр. Білесіздер, қазақ кофенің қалай дағдарысқа ұшырап, ақыр аяғында қалай дүкеннің қазақ кофенің қалай жабылып қалғанын, қазақ тілін менсінбей қарап еді. Ал әлеуметтік желіде оған қарсы қаншама сыни пікір айтылды, ақыр аяғында қазақ кофенің жағдайы сондайға дейін апарды. Бұл нені білдіреді? Бұл сол елден нан тауып отырсың ба, сол елге салық төлеп отырсың ба, сол елдің халқына, оның тіліне құрметпен қарау керек. Америкада не болмаса Қытайға барып сен сол қытайша немесе америкаша жауап бермесең, ол елдің халқы арнайы заң қолданады. Ал бұл нені білдіреді? Магнумның бұндай әрекеті расында да елді әбден ашындырып жіберді. Қазақтар, халық өз тіліне бұндай құрметпен қарамаған сауда орталығын осылай жазалап жатыр. Бүкіл елге тарап кетті бұл нәрсе. Бұл халықтың бірлігін көрсетеді. Біздің ана тілімізге құрметпен қара деді. Заң бойынша да, тұтынушылардың құқығы бойынша да бұл айналып келгенде заңды нәрсе. Белгілі өнер адамы Нұрлан Өнербаев ағамыз өткен жолы қазақ тіліне байланысты мынадай ұсыныс айтып, бүкіл елге тарап кеткен еді. Сол ұсынысы кезінде Нұрлан Өнербаев ағамыз былай деді: күнде бір айыппұл түрін шығарасыңдар. Бір айыппұл түрін халық өзіміз ұсынайық. Қазақ тілінде сөйлемейтіндерге 39.320 теңге айыппұл салынсын деген болатын. Бұл қайраткердің айтып отырған сөзі. Қазақ тілін білмей ма, осындай айыппұлды ұсынайық деп отыр мемлекетке, үкіметке, билікке. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл нәрселер халықтың арасында кеңінен қолдау тауып жатыр. Халық өзінің ана тіліне деген құрметін осылай көрсетіп жатыр. Ал сіз Нұрлан Өнербаев ағамыздың осынау бастамасын қолдайсыз ба, ұсынысы дұрыс па? Қазақ тілін білмегендерге 39.320 теңге айыппұл салайық деп отыр. Сіз осыған келісесіз бе? Өз ойыңызды міндетті түрде комментарийге жазып қалдырыңыз.